Жастарды еліміздегі ұлт пен ұлыстардың арасындағы достық пен келісімді қолдауға, бірлікті нығайтуға жұмылдыру, олардың отансүйгіштік сезімін арттыру мақсатында өңірде көптеген іс-шаралар өткізіліп жатыр. Соның бірі Бөрлік колледжінде ұйымдастырылды. Жаңғыру жолы жастар қозғалысы мен қоғамдық келісім мекемесі мұрындық болған шара жастардың алтын бесігі деп аталды. Толығырақ тілші тарқатады. Жастардың алтын бесігі жобасының басты мақсаты батылдықтың, қажырлы еңбектің, білім мен таланттың арқасында жетістікке жеткен адамдардың шынайы тарихын көрсету. Аталған іс-шараларды өткізу жас ұрпақты жалпыұлттық бірлік пен патриотизмді одан әрі нығайтуға бағытталған. Жүз жаңа есім бойынша әрине жетістіктер өте көп көлемде. Облыс бойынша өте көп өзіміздің атақты адамдардың, бірақ деген бізге жастардың арасынан табу, жастардың жаңа белсенділігін көрсету, жастардың осы өмірге деген өзінің ынтасын бағалау, оны деген құрметтеу, дәріптеу, және де жастарға жеткізу. Ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп, біз деген өзіміздің қасымызда жүрген адамдарды тану, соларды бағалау, соларға құрмет көрсету. Жүз жаңа есім жобасына негізделген шарада колледждің білімгерлері бірқатар танымал азаматтармен кездесті. Олардың арасында Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының орынбасары Шерзод Пулатов та бар. Ол студенттерге өз арманына жетуді және дамуға деген үлкен ықылас арқасында жеткен жетістіктермен бөлісті. Шерзод Пулатов 8 тілді жетік меңгерген полиглот. Бүгінгі таңда ол еліміздің қоғамдық өміріне, әсіресе жастарды жігерлендіру, бағыт-бағдар беру шараларына белсенді түрде қатысады. Осы кездесулерде мынау біздің жетістіктері жақсы болған азаматтарымыз өзінің өмір тәжірибесімен жастармен бөліседі. Бұл әрине ең біріншіден осы отансүйгіштік сезімді тәрбиелеу, сонымен бірге осы жастарға өздерінің алтын уақытын қалай пайдалану керек, соны біз оларға көрсетіп береміз. Мәселен, осы жүз жаңа есімдің жеңімпаздары, қатысушыларды шақырып, олар айтып береді, осы өмірде олар қалай осы өзінің жетістікке қалай жетті. Соны біз нақты балаларға кездесу болсын, олар көрсін, өз құлақтарымен, көздерімен тыңдасын, өзіне үлгі алсын деген мақсатпен біз осындай жұмыстарды жүргізіп жатырмыз. Студенттерге серпін берген кездесуде спикерлер жастарға білімнің биігіне шығып, алға қойған мақсатқа жете білуге шақырды. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында биыл қолға алынған жоба келер жылы да жалғасады. Өйткені мұндай алаңдар есімдері ерең, аттары асқақ тұлғаларды жастарға үлгі ете отырып, олардың еліміздің белсенді азаматтары болуына шақырады. Айым Нұрғалиева, Александр Овчинников, Талғат Мұқанов, Ақжайық арнасы.